Халыққа мәшһүр атанған, атамыздың бата алған, сүйікті келіні атанған. Ақзейнеп асыл анамыз ескерткіш сізге орнатқан. Сүйікті үш балаңыз деген бір шумақ өлең жазып, мәшһүр атаның сүйікті келіні Шарапидің зайыбы Ақзейнептің зиратына тот баспайтын темірден 1984 жылы белгі орнатқан. Мәшһүр Жүсіп Көпеев мұражайының негізін қалаушы, ел арасына шыққан алғаш мәшһүр танушылардың бірі, Ұлы Отан соғысының ардагері, панфиловшы Нағи Ахметов болатын. Бұл туралы Сүйіндік өзінің кітабында былай деп еске алады. Болмаса, тоқырау кезінің басындағы Ермак секілді басқыншыға төрімізден орын беріп паш етсек, мал аяқ асты болып қалған Бұқарға ескерткіште қойған жоқпыз. Мен Москва түбіндегі майданда болдым, ал Бұқар жырау бүкіл қазақ жерінің, қазақ ұлтының майдангері болды. Етімнің үйреніп кеткені болар. Қан майданда талай жолдастарымның өлігін аттап өткенімде көзіме жас келмеп еді. Оған мұрсат та болмайды. Ал Бұқар бабамыздың жатқан жерін көргендіш. Еш шіркілмейтін нахаң үнсіз тұра қалды. Сөйтті де, мен ол кісінің басына тот баспайтын темірден белгі қойып келдім. Енді сенің шешеңнің Ақзейнептің басына келіп қоямын. Өйткені оны ертең сендер істемейсіңдер. Қазіргі ұрпақ солай дегенді. Мен ол кісінің сөзін жай ғана қабылдадым. Бірақ кейін қатты қысылдым. Өйткені келесі жылы ол кісі өз уәдесінде тұрды. Онымен қоймай нахаң, мәшһүр көзі тірісінде еш сыйлықты қабылдамаған. Алған күнде де біреуге беріп кететін. Ал менің мына ескерткішім Мәшекеңе, бірақ ол кісі сенің шешеңе сыйлағаны болсын. Сондай ұлы адамға, кіді адамға 50 жылдан астам келін болу оңай іс емес деп қосып қойған. Нағи Ахметовтың бұлай айту себебінің жаны бар. Өйткені мәшһүр бабамыздың ұрпақтарының ішінен репрессияға ұшыраған бірден бір адам осы. Мәшһүр бабамыздың үлкен келіні Ақзейнеп әжеміз. Тарихтан белгілі, кеңес үкіметі орнағаннан кейін солақай саясаттың кесірінен халық жауларын жаппай ұстау, дінге қарсы шығып дін қайраткерлерін қаудалау, мешіт шіркеулерді жою науқаны жүргізіле бастайды. Бұл репрессия 4 кезеңде өтеді. Ал әжеміз Ақзейнеп репрессияның осы 2 толқынына түсіп, басынан көп қиыншылықты өткерген. Оған себеп мәшһүр бабамызға көз жұмғанша күтім жасағаны, арулағанда дәрет суын дайындауды бабамыз осы үлкен келіні Ақзейнепке тапсырған. Бұл оқиғаны естіген ГПУ қызметкерлері біріншіден мәшһүр бабамызды дүниеден өтсе де, тірісінде үкіметтің саясатына қарсы болған діни адам деп, екіншіден денесінің бүлінбей жатуын анықтау үшін бе, әжемізді 1937 жылдан бастап қыспаққа бастайды. Сондағы әжемізге қоятын сұрақтары: атаңды арулағанда дәрет суын сен дайындапсың, оған нендей дәрі қостың? Айт, әйтпесе өзіңді қамап соттаймыз дейді. Әжеміз: мен ештеңесін білмеймін, суды бұлақтан құйып әкелдім де, шәйнекті жылтып сабынмен бірге сүйегіне түскен адамдарға апарып бердім. Басқа не айтайын дегеніне қарамай, ұзақ тергеуде ұстайды. Әйел адам болғанына қарамай, ұйқы бермей қатты қинайды. Азаптап тергейді. Бала-шағаңмен құртамыз деп қорқытады. Ай жыл аралатып, қайта-қайта алып кетіп тергей береді. Мәшһүр бабамыз дүниеден өткен соң репрессияның салқыны ұрпақтарына, әсіресе бабамыз үлкен келіні Ақзейнеп әжеміздің қолынан аттану себепті тұңғышы Шарапидің әулетіне қатты тигенін дәлелдейтін белгілі ақын Мұзафар Әлімбаевтың маған жазған хаты бар. Ол кісі әкем Төлеубайдан кейін туған Шарапи атам мен Ақзейнептің баласы Қонақпен Павлодарда Абай атындағы мектепте бірге оқыпты. Мұзахан Қонақты өте дарынды ақын болатын. Өзін өте байсалды ұстайтын депті хатында. Бірақ үкімет адамдары атасы діни адам болды деп күстаналай беретін дейді. Әжеміз басынан осындай қиын кезеңді өткере жүріп, соғысқа туған бауыры Нәзірді, балалары Төлеубай мен Қонақты өз қолынан аттандырады. Бауыры Нәзір мен баласы Қонақ соғыста хабарсыз кетіп,
Төлеубай ғана елге аман оралған. Осы қонақ немересі 1921 жылы Ақшиде туғанда, мәшһүр бабамыз сапарда жүрген екен. Келген соң атын кім қойдыңдар деп сұрағанда, Шарапи атамыз Олжабай деп қойдық депті. Қай олжадан таптыңдар? Бұл ат қасиетті батыр Олжабайдың аты. Аруақты адамның атын алып жүру оңай емес. Қонақ деп түзетіңдер. Бұл бала дүниеге қонақ боп келген бала деп өзгерттіріпті. Айтқандай, жарқ етіп жұлдыздай ағып өте шығып, өмірден жастай кеткен бұл ағамыз қонақ. Әкеміз Төлеубай соғысқа аттанып бара жатқанда, Жүсіпов Жәлел деген ақсақал: ойбай-ау, Төлеубай Машекең атасының қолында ерке өскен жеңілтек жынды еді. Соғыста оққа бірінші ұшады-ау деген екен. Кейін Жәкеңнің өзі де соғысқа шақырылып, майданда оң қолының саусақтарынан айырылып елге оралады. Артынан соғыстан 40-шы жылы Төлеубай аман келгенде жаңағы Жәкең: астафыралла, Машекеңнің аруағын-ай, баяғыда Төлеубай соғысқа аттанғанда ол ең бірінші өледі-ау деп едім. Денесінде бір сызық жоқ. Ал мен болсам 4 саусағынан айырылып келдім деген екен. Осылай соғыс аяқталып 5-6 жылдай уақыт өткен соң, ел есін жинады-ау деген кезде репрессияның 4-ші кезеңі басталып, үндеместің қызметкерлері Ақ Зейнеп әжемізге қайтадан тиісе бастайды. Осы репрессиялардан әбден зәрезеп болып қалған әжеміз балаларын жан-жаққа тықпалаған болып, балапандарын қорғаған торғайдай әрекет жасайды. Сонда қызы Зәрауқа тетемізді Майқайыңда тұратын жамағайын Айдабол Мамыт Ақмырзаның үйіне, кейін Торайғыр ауылына Біләл деген ағайынның қолына, онан соң Баянауылдағы Қазықанов Бәқір деген туысының үйіне апарып жасырып отырған. Баласы Сүйіндік Ағатайымды Алматыдағы Қуат ағамыздың үйіне оқуға аттандырады. Төлеубайын қазіргі Торайғыр ауылына көшіріп, Бейсен ағамыз сонда туыпты. Сүйіндік Ағатайым Алматыда орта мектепті үздік бітіріп, институтқа түсердегі имтихандарды жақсы бағаларға тапсырса да, Көпеев деген фамилиясы үшін оқуға қабылдамай қойған. Ондағы мұғалімдер: фамилияңды ауыстырып келесі жылы келсеңші дегенде, Ағатайым: тегімді ешқашанда ауыстырмаймын деп көнбеген. Ақ Зейнеп әжеміз осылай басынан репрессияның бұлты арылмай қойғасын жылап, Баянауылдағы мәшһүр бабамызбен сыйлас болып, Ақшиде 5 жыл бірге тұрған Әмірқан, Қазықандардың балалары Бәкірге, Мәненнің баласы Айтжандарға барып жағдайын айтқасын. Олар Сталиннің атына хат жазады. Бұл хатта баяғы Шарапидің балалары Отан соғысына қатысып, қонақтың отан үшін опат болған, Төлеубайдың 39 жылдан Ақфин соғысынан бастап Сталинград сияқты ауыр ұрыстарға қатысқан, Ақ Зейнеп әжеміздің туған бауыры Нәзірдің де соғыста хабарсыз кеткенін айтып, содан кейін ғана әжеміз соғыста туғандарынан айырылған әскер семьясы деп танылып, пенсия тағайындалып, үндеместердің тексерулері тоқтатылады. Репрессияның салқыны мәшһүр бабамызбен араласқан адамдарды да айналып өтпеген. Мысалы, Әбдіразақов Аллажар мәшһүр бабамызды фотоға түсіріп суретін сақтаған үшін айыпты болып, елден кетуге мәжбүр болады. Бабамыздың шәкірті атқосшысы болған Мәненов Иманғали ақсақалды ГПУ қызметкерлері діни шығармаларын сақтап жүрген көрінесің деп қатты қыспақ қалады. Менде ондай шығармалар жоқ. Жай ертегі қиссалар, халық ауыз әдебиеті сияқты жазбалар ғана болған. Бірақ мен оларды жағып жібергенмін дегеніне қарамай, үндеместер: жоқ, кенже баласы пазыл айтты ғой, сенде бар деп дейді. Сөйтсе, базаңды қорқытқасын ол кісі Имекеңде бар деп айтып қалған. Содан олар базаңды одан сайын қорқытып, қалай алсаң олай ал, барда Маненовтен жаның барында алып кел дегесін. Қайтадан Имекеңе келеді. ГПУ мені қамайын деп жатыр, маған берші Құдай үшін деп. Имекең оған: мендегі діни жазбалары жоқ, айттым ғой, бәрін шағып жібердім. Сотталатын деп қорықсаң, білгенімді айтып отырайын, сен өзің айтқандарымды жазып отыр, сосын ГПУ-ға апарып бер дейді. Базаң басы салбырап жөніне кетеді. Ал Имекең болса,
Үндеместердің қуғынынан қашып Қарағанды облысы бұрынғы Ульянов ауданы Қотыр Қызылтау деген жерге көшіп кетіп қалады. Қолындағы бар жазбаларды малдың терісіне тігіп, үйдің ішінен жерді қазып жіберіп, үстінен үлкен пешті қалап жауып тастайды. Өзі бірнеше жыл сол жақта Аллажар сияқты мектептерде мұғалім болып қызмет атқарып, елге 1970 жылы оралады. Алмашекеңнен алған жазбаларды тығып көмген жерінен кейін 1987 жылы барып қазып алады. Имекең бұл әңгімені белгілі машһүртанушы Алдабергенов Төлепбергенге елге Торайғыр ауылына көшіп келіп, Дөкең сол шығармаларды Имекеңнен көшіріп алып жүрген кезде айтқан екен. Нағи ақсақалдың Ақзейнеп әжеміздің бабамызға 50 жылдан астам келін болды дегені осы. Яғни 1909 жылдан келін болып түскен уақыттан жаңағы репрессия аяқталғанға дейінгі уақытты айтып отыр.